Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at A+. And today we will talk about unique tense in English language that can't be found in Russian or Kazakh. That's why it will be a little bit tricky for you. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің A+ республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз қазақ және орыс тілдерінде кездеспейтін ағылшын тілінің ерекше шағын өтетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра A+. И сегодня мы поговорим об уникальном времени английского языка, которого нет в казахском и в русском языках. Before starting the new lesson, let's review the quiz from the previous one. Ал енді, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын, алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылайық. Итак, давайте рассмотрим срез прошлого урока перед тем, как переходить к новой теме. Number 1. Hopscotch is a popular playground game in which players toss a small object into numbered triangles and then hop or jump through the spaces. The right option is D. Бірінші сұрақ. Ойыншылар кішкентай затты нөмірленген үшбұрыштарға лақтырып, содан кейін осы орындар арқылы секіретін ойын алаңындағы танымал ойын қалай аталады? Дұрыс нұсқа D болады, ол Hopscotch классиктер деп аталады. Первый вопрос. Как называется данная популярная игра на игровой площадке, в которой игроки бросают маленький предмет в пронумерованные треугольники, а затем прыгают через данные места? Это называется Hopscotch классики. Вариант D будет верным. Number 2. Paddleball is a one-person game played with a paddle and an attached ball. The option B is correct. Екінші сұрақ. Ракеткаға допты резинкемен бекітіп, осы құралмен ойнайтын ойын қалай аталады? Дұрыс нұсқа B, paddleball деп аталады. Второй вопрос. Как называется игра для одного человека, в которую играет с ракеткой и прикрепленным к нему мячом? Правильный вариант будет B, она называется paddleball. The question number 3. Popular children's game in which one player closes his or her eyes for a brief period while the other players hide. The right option is C, hide and seek. Үшінші сұрақ. Бір ойыншы қысқа уақыт ішінде көздерін жұмады, ал басқалары жасырынатын балалар ойыны қалай аталады? Дұрыс нұсқа C, hide and seek деп аталады, жасырынбақ. Популярная детская игра, в которой один игрок на короткое время закрывает глаза, а другие прячутся. Данная игра называется прятки, либо hide and seek. Вариант C будет верным. Number 4. The aim of the game is to keep the hoop upright for long periods of time or to do various tricks. This game is called a hoop rolling. The right option is D. Ойынның мақсаты шеңберді ұзақ уақыт тік ұстау немесе әртүрлі әрекеттерді орындау. Бұл ойын дөңгелекті айналдыру деп аталады. Дұрыс нұсқа D, hoop rolling. Цель игры состоит в том, чтобы держать обруч вертикально в течение длительного периода времени или выполнять различные трюки. Данная игра называется катанием обруча. Вариант D будет верным. Hoop rolling. Number 5. Dodgeball is a team sport in which players into teams try to throw balls and hit opponents. The right option is A. Екі топтың ойыншылары доп лақтыруға және қарсыластарын ұруға тырысатын командалық спорт ұрдажық деп аталады. Дұрыс нұсқа A. Dodgeball. Командный вид спорта, в котором игроки двух команд пытаются бросать мячи и бить противников, называется dodgeball, вышибалы. Правильный вариант будет A. The question number 6. Women are more interested in watching Olympic Games than men. The right option is C, not given. Әйелдер ерлерге қарағанда Олимпиада ойындарын көруге қызығады. Бұл ақпарат мәтінде жоқ, осыған байланысты C нұсқасы дұрыс болады. Женщинам интереснее смотреть Олимпийские игры, чем мужчинам. Данную информацию мы не можем найти в тексте, поэтому вариант будет C. 7. Greece was the first country to hold the games. The right option is B. Ең алғаш рет ойындар өткізілген ел қалай аталады? Дұрыс нұсқа B, Греция. Как называется первая страна, которая провела эти игры? Правильный вариант будет B, Греция. 8. In 1900, women were allowed to compete in the games for the first time. The right option is D. Қай жылы әйелдерге алғаш рет ойындарға қатысуға рұқсат етілді? Дұрыс нұсқа D болады, 1900 жылы. В каком году женщинам впервые разрешили участвовать в играх? Правильный вариант будет D, в 1900 году. 9. There were no Olympic Games held in 1916, 1940 and 1944 because of war. The right option is A. 1916, 1940 және 1944 жылдары соғысқа байланысты Олимпиада ойындары болған жоқ. Дұрыс нұсқа A болады. В 1916, в
1940 и в 1944 годах из-за войны не было Олимпийских игр. Вариант A будет верным. Number 10. Now Olympic Games last for 17 days. The right option is C. Қазір Олимпиада 17 күнге созылады. Дұрыс нұсқа C болады. Сейчас Олимпийские игры длятся 17 дней, поэтому вариант C будет верным. Our today's grammar topic is the present perfect tense. We use it when we talk about recently completed actions. It means that the actions happened in the near past. So, let's move on to the formula of this tense. First, we write subject, and then, if subjects are I, you, we, or they, we use have. With he, she, it, we use has. And then, if the verb is regular, we add ed ending. If the verb is irregular, we use the third form of it. For example, we have lived here since 2011. Or, she hasn't been to London. Have you ever seen it? We use this tense also with these actions. For example, if they started in the past and they continue till now. Or, we use the present perfect with someone's experience and the recent actions. There are also some signal words like ever, yet, already, and just. We use ever with questions. We use yet with questions and with negative sentences. We use already with positive sentences. And we use just with positive, negative, and questions. Біздің бүгінгі өтетін грамматикалық тақырыбымыз present perfect. Present perfect дегеніміз аяқталған осы шақ деп аударылады. Біз бұл шақты жақында ғана болған іс-әрекетті айту үшін қолданамыз. Мысалға, егер мен телефонымды сындырып алдым деп айтсам, онда бұл іс-әрекет жақында ғана болды. Және де оның кесірінен мен қазір ешкіммен хабарласа алмаймын, және де ешкіммен сөйлесе алмаймын деген білдіреді. Ал енді формулаға көшейік. Ең алдымен біз бастауышты жазамыз. Содан кейін егер бастауыш I, you, we, they болса, әрқашан have-ті жазамыз. Ал егер he, she, it болса, онда has-ді жазамыз. Содан кейін біз егер етістік дұрыс болса, оған ed жалғаймыз. Мысалға play болса, played. Егер етістік дұрыс емес болса, онда біз оның үшінші түрін қоямыз. Мысалға eat, тамақ жеу, eat, ate, eaten. Сонда біз eaten деген етістікті қоямыз. Ал енді бірнеше мысал келтірейік. We have lived here since 2011. Біз бұл жерде 2011 жылдан бастап тұрып келе жатырмыз. Айта кететін жағдай, біз present perfect шағын егер іс-әрекет бұрын басталып, әлі күнге шейін жалғасып келе жатса, сол кезде қолданамыз. Сонда бұл жерде біз осы жерге 2011 жылы келдік, және әлі күнге шейін тұрып жатырмыз дегенді білдіреді. Егер біз болымсыз сөйлем құрағымыз келсек, онда have, has-дан кейін not деген қосымшаны жалғай саламыз. Мысалға, she hasn't been to London. Ол Лондонда болған жоқ. Бұл жерде оның тәжірибесі айтылып тұр. Ол Лондонда болған жоқ деп. Сонда біз егер адамның тәжірибесін айтқымыз келсек, сол кезде де present perfect'ті қолданамыз. Сұраулы сөйлем жасау үшін біз have немесе has көмекші сөздерін бастауыштың алдына жазамыз. Мысалға, have you ever seen it? Сен оны бұрын соңды көрдің бе? Бұл да біздің тәжірибемізді білдіріп тұр. Present perfect шағының да көмекші немесе сигналды сөздері бар. Оларға мыналар жатады. Ever, бұрын соңды, yet, әлі, already, әлде қашан, just, енді ғана. Ever дегенді біз тек қана сұраулы сөйлемде қолданамыз. Yet дегенді тек қана сұраулы немесе болымсыз сөйлемде қолданамыз. Already'ді тек болымды сөйлеммен қолданамыз. Ал just деген сөзді біз болымды, болымсыз және де сұраулы сөйлемдермен де қолдана аламыз. И наша сегодняшняя грамматика – это present perfect. Present perfect переводится как «законченное настоящее время». И мы используем данное время, когда говорим о действиях, которые произошли недавно. Например, если я скажу «я только что сломала свой телефон», то есть результат уже налицо. Я не могу никому позвонить и ни с кем поговорить. Это и есть present perfect. Давайте теперь перейдем к формуле. Сначала мы пишем подлежащее, потом с I, you, we, they мы пишем have, а с he, she, it мы пишем has. И дальше, если глагол у нас правильный, тогда мы пишем окончание ed. Например, play, played. А если у нас глагол неправильный, тогда мы пишем его третью форму. Например, eat, кушать, ate, eaten. Тогда мы пишем его третью форму eaten. Давайте приведем несколько примеров.
We have lived here since 2011. Мы здесь живем с 2011 года. И нужно здесь сказать, что мы используем present perfect, когда действие произошло в прошлом, но все еще продолжается. Например, мы переехали сюда в этом году, то есть в 2011 году, и все еще там живем. Если мы хотим составить отрицательное предложение, тогда мы пишем частицу not после have или после has. Haven't либо hasn't. Например, She hasn't been to London. Она не была в Лондоне. Если мы хотим составить вопросительное предложение, тогда мы пишем have или has перед подлежащим. Например, Have you ever seen it? Ты когда-либо видел это? Также несколько случаев, когда мы употребляем present perfect. Например, Action started in the past and continued till now. Действия, которые начались в прошлом и все еще продолжаются. Это как в первом примере. We have lived here since 2011. Мы начали жить здесь в 2011 году и все еще там проживаем. Получается, мы начали здесь жить в 2011 году и все еще тут проживаем. Второй случай – это мы используем present perfect, когда говорим о чем-то опыте. Например, She hasn't been to London. Она не была в Лондоне. Получается, это ее опыт. Если бы она была бы там, тогда мы бы сказали She has been to London. Также мы используем present perfect, когда говорим о действиях, которые произошли недавно. Например, I have read this book. Я прочла эту книгу. Получается, я недавно закончила данную книгу. Также есть сигнальные слова, которые мы используем только с present perfect. К ним относятся ever, когда-либо, yet, все еще, already, уже, just, только что. Мы используем ever только в вопросительных предложениях, yet только в отрицательных и вопросительных предложениях, already только в положительных предложениях, а just и с вопросительными, и с отрицательными, и с положительными предложениями. In exercise 3.2, complete the sentences with the correct form of the present perfect tense. I will give you 7 minutes for it. Put a video on pause. Штейкі жаттығуында сөйлемдерді present perfect жағының дұрыс формасымен жазып шығыңыздар. Оны орындауға 7 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, в упражнении 3.2 завершите предложение, используя правильные формы глагола в present perfect. На данное задание я вам дам 7 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. I have read the book you gave me, so you can have it back now. Сіз маған берген кітапты оқыдым, сондықтан оны енді қайта ала аласыз. Я прочитал книгу, которую вы дали мне, так что теперь вы можете получить ее обратно. Number 2. You look tired. You have probably worked too hard lately. Сіз шаршаңқы болып тұрсыз. Сіз соңғы уақытта тым көп жұмыс істеген шығарсыз. Вы выглядите усталым. Вы, вероятно, слишком много работали в последнее время. Number 3. Rachel has traveled around Europe for 2 months now. At the moment, she is in Barcelona. She has visited 6 countries so far. Рэйчел Европада 2 айдан бері саяхаттап келеді. Қазір ол Барселонада. Осы уақытқа дейін ол 6 елге барды. Рэйчел уже 2 месяца путешествует по Европе. Сейчас она в Барселоне. На данный момент она посетила 6 стран. Number 4. Is it still raining? No. It has already stopped, but the streets are still wet. Жаңбыр әлі жауып тұр ма? Жоқ, ол тоқтап қалды, бірақ көшелер әлі де ылғалды. Дождь все еще идет? Нет, он уже прекратился, но улицы все еще мокрые. Number 5. I have looked at your report, but I must say I can't agree with you on a few things. Мен сіздің есебіңізбен таныстым, бірақ мен сізбен кейбір мәселелер бойынша келісе алмаймын деп айтуым керек. Я ознакомился с вашим отчетом, но должен сказать, что не могу согласиться с вами в некоторых вещах. Number 6. James has read the new Harry Potter novel. He simply can't let it go. Джеймс Гарри Поттер туралы жаңа романды оқыды. Ол одан әлі қайталмай жүр. Джеймс прочитал новый роман о Гарри Поттере. Он просто не может отойти от него. Number 7. I have already said this few times, but I'll say it again. Мен мұны бірнеше рет айттым, бірақ тағы да қайталаймын. Я уже говорил это несколько раз, но повторю еще раз. Number 8. The two brothers have made films since they left high school. Екі ағайынды орта мектепті бітіргеннен бері фильмдер түсірді. Оба брата снимали фильмы с тех пор, как закончили среднюю школу. Number 9. Look, someone has broken that window. Қара, біреу бұл терезені сындырыпты. Смотри, кто-то разбил это окно. Number 10. I have already written to him, but he hasn't given me an answer yet. Мен оған әлде қашан жаздым, бірақ ол маған әлі жауап берген жоқ.
Я уже написала ему, но он еще не дал мне ответа. In the next task, you have to complete the sentences below. You have to use haven't or hasn't in negative sentences. I will give you 10 minutes for it, put the video on pause. Ал енді келесі тапсырмада сіздер төменгі сөйлемдерді аяқтауларыңыз керек. Болымсыз сөйлем жазу үшін haven't немесе hasn'тті қолданыңыздар. Оның орындауға 10 минут уақыт беремін, видеоны пауза қойыңыздар. В следующем упражнении вы должны закончить предложение ниже. Используйте haven't или hasn't в отрицательных предложениях. И на данное задание я вам дам 10 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. I'm really hungry because I haven't eaten. Менің қарным ашты, өйткені мен ештеңе жемедім. Я очень голоден, потому что не ел. Number 2. Has Mary done her homework? Yes, she has. Mary тапсырмасын орындады ма? Я орындады. Сделала ли Мэри домашнее задание? Да, сделала. Number 3. Have we seen that movie? I can't remember. Біз бұл фильмді көрдік пе? Есіме түсіре алмай тұрмын. Мы видели этот фильм? Я не могу вспомнить. Number 4. Oh no, I have lost my cell phone. О жоқ, мен ұялы телефонымды жоғалтып алдым. О нет, я потеряла свой телефон. Number 5. No, Pat and Sue haven't arrived. They aren't here. Жоқ, Пэт пен Сью әлі келген жоқ, олар мұнда емес. Нет, Пэт и Сью еще не приехали, их здесь нет. Number 6. Has Mr. Smith had breakfast? Мистер Смит таңғы ас ішті ме? Позавтракал ли мистер Смит? Number 7. I'm nervous. I haven't flown on a plane before. Мен қатты бүржіп тұрмын. Мен бұрын ешқашан ұшақпен шыққан емеспін. Я нервничаю. Я никогда раньше не летал на самолете. Number 8. Has he called? No, he hasn't. Ол хабарласты ма? Жоқ. Он позвонил? Нет. Number 9. Have you ever written a poem? Сіз бұрын соңды өлең жазып едіңіз? Вы когда-нибудь писали стихи? Number 10. I'm not happy. I still haven't found my cell phone. Мен бақытты емеспін. Мен әлі ұялы телефонымды таппадым. Я несчастлив. Я все еще не нашел свой телефон. Number 11. Have you decided what food you want to order? Сіз қандай тағамға тапсырыс бергіңіз келгенін шештіңіз бе? Вы решили, что хотите заказать? Number 12. Has Sarah read the magazine I gave to her? Сара мен берген журналды оқыды ма? Читала ли Сара журнал, который я ей дал? Number 13. Have you put all your toys away? Сен барлық ойыншықтарыңды алып тастадың ба? Ты убрал все свои игрушки? Number 14. It hasn't rained for a very long time. Жаңбырдың жаумағанына көп болды. Дождя не было уже очень давно. Number 15. I think I have forgotten to buy some bread. Мен нан сатып алуды ұмытып кеткен сияқтымын. Кажется, я забыл купить хлеба. Thank you guys for your attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye bye.